Сәлеметсіздер ме? 8-ші сынып Алматы кітап баспасы фор циклы тақырыбындағы 3 тапсырманы қарастыратын боламыз. Бірінші тапсырма бізде К мен N аралығындағы барлық жұп сандарды экранға шығаратын программа құр. Мысалы, 23 бірінші параметрі 23, екінші соңғы параметрі 35, осы сандар аралығындағы барлық жұп сандарды экранға шығаруымыз керек. Ол үшін бізде тапсырмада бізде бір жолға жазылып тұр. Демек, біз map функциясын, map операторын қолданамыз. К және N сандарын енгіземіз бір жолға. Әрі қарай бізге цикл ашу керек болады. For циклын I, in аралық, range, бізде параметрлеріміз К және N болады. Егер шарт құрамыз, егер біздің осы I аралықтағы санды I аралықтағы санымызды 2-ге бөлгендегі қалдығы 0-ге теңесетін болса, яғни бұл дегеніміз жұп сандар ғой. Бұл жұп сандардың шарты, онда бізде экранға шығару керек I-ды. Және бізде бір жолға жазу үшін оны end форматымен жазамыз. Арасын ашайық. Кітаптағыдай етіп мәліметтерді енгізу үшін мысалы, К мәніне 23, 35 деген сандарды беретін болсақ, бізде нәтиже кітаптағыдай 24, 26, 28, 30, 32, 34, яғни 35-ке дейінгі барлық жұп сандарды шығарып беріп тұр. Келесі тапсырма бізде екінші тапсырма N санына дейінгі 2 таңбалы сандар арасында 2 цифры да бірдей сандарды экранға шығаратын программа құр. 2 таңбалы сан 10-нан басталады. Мысалы, 10 мен 34 деген санның аралығындағы барлық цифрлары бірдей 2 таңбалы сандарды экранға шығаруымыз керек. Ол үшін бізге N айнымалысы керек болады. Мына жерде К-ны кетіре қояйық. Және map емес, бізде тек қана бір жолға енгіземіз. Бізде цикл қажет болады, тұра береді. Бірақ мына жерде параметрлерін өзгертеміз. 10-нан бастап N-ға дейін. Және бізде шартты өзгертуіміз керек. Мысалы, 2 таңбалы санның әрбір цифрын біз бөлек қарастыруымыз керек болады. 2 таңбалы санның мысалы 10-ға бөлгендегі бүтін бөлігін аламыз. Ол бізде бірінші цифр болады. 10-ға бөлгендегі мынау бірінші цифры. Осы тең болады. Осы цифрды 10-ға бөлгендегі
қалдығын аламыз. Екеуі тең болса, яғни n санын 10-ға бөлгендегі бүтін бөлігі менен 10-ға бөлгендегі қалдығы екеуі бір-бірімен тең болатын болса, онда бізде экранға бірдей цифрлы сандарды шығару керек. Мысалы бізде кітапта қандай сан беріліп тұр? Мысалы 34. Нәтиже бойынша 11, 22, 33 деген бірдей цифрлы сандарды шығарып тұр. Әрі қарай үшінші есепті қарастырайық. Бізде үшінші есеп 8 сынып оқушыларының арасында баскетбол үйірмесіне қатыстыратынға бойының ұзындығы бойынша іріктеу жүріп жатыр. Іріктеуге барлығы n оқушы қатысқан, әрі бойларының ұзындығы к сантиметрден биіктері ғана қабылданған. Үйірмеге барлығы неше оқушы қабылданған, ең ұзын оқушы нешінші орында тұр. Мысалда берілген оқушылардың бойы тігінен енгізіледі дейді. Енді олай болатын болса, бізге мына жерде бір жолға енгізу керек болады. Бұл жерде бізде n оқушылардың санын енгізуіміз керек, және оқушылардың бойының ұзындығы к сантиметрді енгізуіміз керек болады, және екеуін бір жолға жазайық. Бір жолға енгізейік. Келесі бізде тізім құру керек болады. Ол тізімді біз а айнымалысына меншіктеп аламыз. Неліктен тізім құру керек болады? Өйткені мына жерде тұрған 165, 180, 171 деген мәліметтерді біз тізім арқылы енгізуіміз керек болады бір жолға. Біз оны тек циклдың көмегімен бір жолға енгізе алмаймыз. Сондықтан бізге оны тізім арқылы жасау керек болып тұр. Мына жерде бір жақша артық сияқты ғой. Келесі бізде шарт керек болады, бірақ бұл жерде range емес. Енді бізде ай аралық а тізіміне дейін, бізде мынаны кетіріп тастаймыз. Шартымыз егер ай үлкен болса 170-тен, яғни 170 сантиметрлі бойлы ұзын баладан үлкен болса, онда біз оны к санына к тең болады к қосылған 1 деп жазамыз. К қосылған 1. Олай болатын болса, к-ны санын қосып отыру керек болатын болса, к-ның алғашқы мәнін жазып кетеміз жоғарыға. К тең 0 деп. Әрі қарай бізге шығару керек болады. К-ның мәнін және осы ұзын сантиметрлі бойы ұзын бала нешінші орында тұр, соны табу керек болады. Бізде максимум табу керек, нешінші орында тұрғанын, және ең үлкенін табу керек болады. Олай болатын болса, бізге m айнымалысын алайық, және максимум функциясын шақырайық. Бізде а тізімін меншіктейміз. Онан кейін қандай да бір индекс
айнымалысына меншіктейік А тізімін. Бұл жерде М деп отырғанымыз мына жерде біз максимумды А тізіміндегі максимумды біз М айнымалысына меншіктеп қойдық. Сондықтан бізде индекс М деп бердік. Ары қарай бізде экранға индекс шығаруымыз керек. Бізде К айнымалысының қате көріп тұр. Жөндейік. Біз енгізуіміз керек. Бірінші 7 оқушы 170 сантиметрлі бойы бар оқушылардың ішінен іздейтін болсақ, бізде 165 сантиметрлі оқушы, 180, 171, 135, 143, 175, 169. Бізде 3 оқушы шықты, 170 сантиметрлі оқушыдан үлкен 3 оқушы шықты тізімнің ішінен. Және ең үлкені бірінші орында тұр деп көрсетіп тұр. Бұл жерде бізде тізімде 0-ден бастап саналады индекс. Сондықтан бізде 170-тен, яғни ең үлкені, максимумы, ең ұзын бойлы бала бізде бірінші номерлі тұр деп есептеліп тұр.